asma'hu qat. Allah. Өте үлкен әдеп қазіргі таңда жоғалып бара жатқан. Яғни ұстаз бір мәселенің үкімін айтып жатыр. Немесе бір сондай бір ғажайып бір пайда айтып жатыр. Я бір хикаят айтып жатыр. Немесе бір өлең шумақты оқыды. Жалпы ол өзі білетін нәрсені айтып жатыр. Яғни ұстаз шәкірттің білетін нәрсесін айтқан кезде шәкірт оны мұқият пайда алушы кейпінде тыңдау керек. Сол айтылған нәрсеге бар ынтамен, бір несі қанбаған, шөлі қанбаған, бұны бұрын естімегендей кейіпте оны несе керек, тыңдау керек дейді. Міне ғұламаларымыз сондай болған. Қала Ата ибн Абу Рабах: "Инни ла асмa'у al-hadisa min ar-rajul wa ana a'lamu bihi minhu fa uriyahu min nafsi anni la uhsinu minhu shay'an." Subhanallah. Үлкен мұхаддистер не деп жатыр? Мен дейді, бір кісіден хадис естимін дейді, бірақ мен бұл хадисті білемін. Бірақ оған өзімнің түрімді естімегендей етіп көрсетемін дейді. Яғни оны түк білмейтіндей етмесем көрсетемін дейді. Мына бұл адабул али деген осы. Үлкен әдеп деген осы. Өйткені ол тәкаппарланбайды, олар өзінше болмайды. Мен білем ғой, оны естідім ғой деп істемейді. Біз болсақ, мысалы, бізге біреу айтса, білем, естігем, оқығам ұстаз деп асығамыз да, яғни бұны өзіміздің білетінімізді көрсету үшін. Сондай Атаның сөзін қараңдаршы, мынау сөз мүлде бөлек. Инна шабба ла ятахаддасу би хадис фа асмa'у лаху каанни лам асмa'ху ва лақад сами'туху қабла ан юлад дейді. Ата не дейді? Бір жас бала келіп маған хадис айтып береді дейді. Мен ол хадисті бұрын естімегендей тыңдаймын дейді. Бірақ негізі ол бала туылмас бұрын мен ол хадисті естіп қойғам дейді. Міне әдеп, адабул али деген осы.